Мінекей алдындағы 21 жолақты тоқып алдық. Мына жерге дейін келіп тұрмыз. Енді біз ары қарай мынау тілін шығаруымыз керек. Мынаның әдейі бауын алып сіздерге көрсетіп жатырмын. Мінекей осындай тіл шығару керек. Тіл шығармасы бұрын тағы да бір айта кететін жайт. Мысалы, мынау бізде 36-37 размер, 21 жолақ, бұл 42 қатар. Яғни мына жолақпен есептейміз дедік. Сол жолағымыз 36-37 қатарға 21 жолақ тоқыдық. Одан кейін қыздар, егер де 36-дан төмен болатын болса, бұл 21 болмайды. Егер де өзіңізге, балаңызға, қасыңыздағы адамға тоқитын болсаңыз, өлшеп көресіз, аяққа салып көресіз. Яғни біздің мына аяғымыздың майысқан жері, мынандай бүйтіп майысып келеді ғой, мына жері, сол жерге жетпеу керек та, мысалға. Сонда сіз 35-ке, 34-ке тоқитын болсаңыз, мынау 2-3 жолақ болмайды онда. Егер де 37-тен жоғары қарай 30, 37, 38, болмаса 38, 39-ға тоқитын болсаңыздар, біреу қосылады. Яғни ол 22 жолақ болады. Егер де 40-41-ге тоқитын болсаңыздар, 23 жолақ болады. Әр қарай солайынан біреуден қосасыздар. Жолақтың санын 21, 36, 37-ге болса, одан кейін әр қарай бір-біреуден қосатын боламыз қыздар. Қасыңызда адам болса, лажы болса, онда сол адамға киіп көріп тоқыған дұрыс. Яғни мына жері қысып қалмау керек адамның аяғын. Сондай қысатын жерге дейін жеткізбеуіміз керек. Одан кейін тілін тоқып, екі жағын тоқығаннан кейін ол келеді. 37-ші размердің өзінде мына бір жолақ, екі жолақ төмен болса ешнәрсе етпейді. Аяғы шамалы ашықтау болады, мына жағы үлкейеді. Ондай кезде ше, мынау арты шамалы кішіреді да, мына жерлерден басталады. Мысалға бізде мінекей соң жағын мына жерден тоқып тұрмыз ғой, осындай ғана қалып тұрды. Егер де шамалы 1-2 жолақ мына жақтан алатын болсаңыз, онда мінекей где-то мына жерлерден бастайсыздар. Осылай тоқылады. Яғни бір қатты айырмашылығы жоқ. Мынау жағы үлкейсе де ештеңе етпейді, өйткені байқап қарасаңыздар, аяқ өзімді бүйтіп шамалы балтырға қарай өсетін жерімізде, мына жер ашықтау болса, үлкендеу болса, жақсы, қысып тұрғаннан көрі. Күздік аяқ киім болғаннан кейін оның ішінен колготкамен или кафронмен ерте күзде ғой, енді сол киетін боламыз. Сол кезінде бос тұрса, қатты қыспай тұрса, өзімізге жақсы болады. Түсіндіңіздер деп ойлаймын принципті. Тоқылу принципін түсіндіңіздер деп ойлаймын. Енді әрі қарай біз қазір мына тілді шығаратын боламыз. Тіл шығарған кезінде де тура солай қыздар. Егер де 36-дан төмен размер тоқитын болсаңыздар, мына жерден петля санын біз қалдыруымыз керек болады ғой қазір. Мына жерден 36-дан төмен болса 10 петля ғана қалдырып, әрі қарай мына жердің тілін тоқып бастаймыз. Екі жағынан 10 петлядан қалады. Егер де 37 болатын болса, мен мысалға осы жерде 12 петля қалдырып, 13-шіден тоқиын деп тұрмын. Яғни бұл тілді тоқыған кезінде де өздеріңіздің қалауларыңызға қарай болады. Кейбіреулер мына тілі прям бүйтіп жауып тұрсын дейді, кейбіреулер тек осы жерде тұрсын дейді. Бастысы, мінекей мына тілді тоқығаннан кейін үстінен жауып тұратыны болу керек. Тіпті бұл үстін жауып тұратынды да кейбіреулер мына жерден былай жауып тоқиды. Яғни байлаған кезінде мынау былай жабылып көрініп тұру керек дейді. Осылайынан жабылып, мына жерде енді бауы бар ғой, осылай тұрады. Кей адамға осылай ұнайды, ал кей адамға жоқ, ашық болсын дейді. Язычок көрініп тұрсын. Осылайынан ғана болсын дейді. Енді әркімнің қалауына қарай. Қыздар, сіздер де тура солай қалауларыңызға қарай тоқисыздар. Ешқандай запрет жоқ. Кім қалай қалайды, тура солай тоқимыз. Енді келесі видеода мен мына тілді тоқуды бастаймыз. Осыны көрсететін боламын сіздерге.